Инстаграмда шулатып жатқан қамыры езілмейтін, жыртылмайтын, сүт қосылып жасалатын тюльпан мантыларын мен де жасап көрдім. Жұрттардың қызығып айтатындай бар екен. Дәмі күшті болып шықты. Ең алдымен ыдысымызға бірінші ұнды салып аламыз. Үстінен сүтті, суды, сұйық майды, тұзды қосып, қатты қамыр илеп аламыз. 1-2 сағатқа ұюы қанғанша қойып қоямыз. Салмасына тартылған етті, асқабақты, пиязды қосып, дәміне қарай тұз, бұрышын және кішкене сұйық майды қосып араластырмаймыз. Түйетін кезде араластырамыз, әйтпесе суы шығып кетеді. Қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Қамырынды жайып жатып, прям өзім ғашық болдым. Бір тегіс оп-оңай болып жайылады екен. Алдындары қамырым жұмсақ болып, бір-біріне жабысып қалып, қатты әбір жейтінмін. Қазір көзімді жұмып қойып жая беретін болдым. Салмамызды салып, видеодағыдай етіп тюльпанға ұқсатып түйіп аламыз. Оңай түйіледі, көп уақыттарыңызды алмайды. Мантоваркамызды жақсылап майлап, мантыларымызды салып, 45 минутта пісіріп аламыз. Өте керемет болып шығады. Қамыры езілмей, дана болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам сіздер үшін өте пайдалы. Сіздермен болған жас футблогер қыздарыңыз Ақерке.